Сәлем, ұлттық бірыңғай тестілеуге қарқынды түрде дайындалып жатқан оқушылар, қалдарыңыз қалай? Менің аты жөнім Бекен Қалымбекұлы, мен осы iStudy білім беру орталығының физика пәні бойынша тренер болып табыламын. Сіз менің бүгінгі сабағымды міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Себебі, біріншіден сіз осыны соңына дейін көру арқылы, соңындағы сізге арналған тестті тапсырып, өз біліміңізді сынап көре аласыз. Және сонымен қоса, iStudy білім орталығының сізге ұсынып отырған кереметтей жеңілдіктене аласыз. Екіншіден, осыны соңына дейін көру арқылы сіз біліміңізді көтере аласыз деген сенімдемін. Себебі, көп тест талдау ұсыну тренерлері сіздерге ұсынған кезде есеп шығарудың ең оңай жолын үйретемін, бірден есеп шығара саласыздар деп өзіне өзі әдемі жарнама жасайтындағы есептерді тез шығарып, ары қарай соған жеке-жеке тоқталмай, есепке арнайы талдау жасамай өте шығады. Вау деп отырып қалса, не деген тез шығарады, мен де тез шығарсам деп армандап жүріп уақыттарыңыз өтіп кетеді. Ал шын мәнінде ол жерде ешқандай чудо болмайды. Сіздің егерде шынымен де біліміңіз болмаса, ол туралы білмесеңіз, ешқашан тез шығарып, тез жауабын таба алмайсыз. Сіз міндетті түрде қайталап, сол сұрақтардан басқа да қандай сұрақтар келетіндігі туралы сізге талдау жасап, сөйтіп тұрып көрсетіп беретін боламын. Және сонымен қоса, менің бүгінгі сіздерменен талдағалы отырған есептерім осының алдында ғана оқушылар тапсырған биылғы осы жаңа сынақ тестіне келген есептер болып табылады. Демек, сізге осы сабақтың міндетті түрде пайдасы тиетіндігіне сенімдімін. Ондай болса, сіз дайын болсаңыз, кеттік. Диаметрі 4 сантиметр, D тең болады, 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіндей метр. Қысымы 1,5 көбейту 10-ның 8 дәрежесіндей паскал. Қысымы 1,5 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесіндей паскал. Механикалық кернеу туғызатын күштің мәні қандай дейді. Яғни, қысым деп отырғанымыз күштің ауданға қатынасы, механикалық кернеу деп отырғанымыз, ол жерде сигма деп белгілейтін сигма, яғни механикалық кернеу туғызады. Ол механикалық кернеу демек қысым. Осы жерде күшті табу үшін мынаны сигма деп ала салайық онда. F тең болады сигма көбейтілген S. Ал S неге тең? S дегеніміз ол, яғни S тең болады пи d квадрат бөлінген 4 деп алсақ, онда F тең болады сигма көбейтілген пи d квадрат бөлінген 4. Енді орнына қоюға болады, F тең болады сигма деп отырғанымыз 1,5 көбейту 10-ның 8 дәрежесі және көбейтілген 3,14 және көбейтілген d квадрат деп отырғанымыз 4 көбейтілген 4 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Минус 2 дәреже квадрат болған кезде минус 4 дәреже болады. Бөлінген 4. Мына 4 пен 4-ті қысқартамыз. Соныменен барлығын көбейтетін болсақ, онда F күш тең болады 18,84 шығады көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. 8 дәреже менен минус 4 дәреже, 8-ден 4 алсақ 4 дәреже болады. Бұны келтіретін болсақ, яғни тең 1,884 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесіндей ньютон. Е нұсқасы дұрыс болып табылады. Е нұсқасы кетті жауабымызға, сондықтан ені дұрыс деп таңдай аламыз. Так, сонымен оқушылар, мен сіздерменен тест тапсырмаларын бірге талқылағаныма аса қуаныштамын. Және сонымен қоса сіздің соңына дейін отырғаныңызға ризашылығымды білдіремін. Енді сіз төмендегі физика тест тапсырмасы деген батырманы басу арқылы физикадан тест тапсыра аласыз. Және өзіңіздің нәтижеңізді содан біле аласыз. Менің бүгінгі сабағым сізге ұнады және өте көп ақпарат берді деген ойдамын. Және сонымен қоса келесі сабақтарда да менің сабағыма қатысып, міндетті түрде білімдеріңізді көтеретіндеріңізге сенімдімін. Мен сіздерге есеп шығарудың ең оңай, ең қысқа жолы деп өтірік жарнама жасамай-ақ, мен сіздерге есеп шығару барысында сізге бір есептің өзінен көптеген біраз білім беріп тастайтын сабақты ұйымдастырып отырамын. Егер де кеңейтілген, түсінікті білім алғыңыз келсе, менің сабағыма міндетті түрде қатысыңыз, өкінбейсіз. Келіңіз, сізбен бірге жұмыс істеуге мен әрқашан дайынмын. Ондай болса, оқушы
менің сабағымда кездескенше сау сәлемәтте болыңыз.